Ал сәлеметсіздер, қалқым, армысың, бармысыңдар. Мінеки мынау болса 2025 айдың 17 күнгі кескін. Ал ондай болса менің телефон үнқатымда қосып алыңыздар. 193 90 46 79 11. 193 90 46 79 11 үнқат қосып алыңыздар алдымен. Ал ондай болса мінеки мынау кесіліп жатқан өзіміздің осы Шинжаңдағы бұғымыздың өте бір керемет болған көк мүйіз ағайындар. Бұл өзіміздің ағаларымыз баққан Алтай Тарбағатай іле болып, әрбір осы үш аймақтағы бағылған бұғыларымыздың мүйізін шетінен жиып алып жатырмыз. Және де біз өзіміз жиып алғаннан кейін өстіп мәнерлеп, және де халыққа сатып жатқан жайымыз бар. Бұның ерекшелігі ағайындар. Бірінші бұғы мүйізі қандай пайдалы. Мүйізі қандай пайдалы? Екеуі ортақ негізі. Екеуі де бұғының басына жығатын дүние. Бұғы мүйізі денсаулықтың қан аздық, жүрекке қан жетіспеу, бүйрек қуатының өте нашарлап кетуі, суық өтіп кету, аяқ қол қақсау яки мұздау, сонымен қатар мына бетке безеу қаптап кету, өйткені сыртқы жарақат, әйел жолдастарымыздың босанғаннан кейінгі түрлі түсті жағдай астында жатырының әртүрлі ауру себептеріне ем. Міне көріңіздер ағайындар, мына өзіміздің таза өнім, және де көп түрлі басқа ауруларға ем бұл енді. Қай бірін айтамыз ағайын. Мынау мінеки, осындай таза нәрсені сіздерге ешкім сатып бермейді ағайын. Ішкерден асаңыз, ол жалған десеңіз, анау болса, мынау болса. Осы күнге дейін 2 ай болды, көп деген аға бауыр қарындас әпекелеріміз алды. Өнімін айтарлықтай жақсы көріп жатыр. Бір құмырасы яки 1-2 дайысын ішкеннен кейін сондай тамаша өнім берді ағайын. Бұл өте бір адам денесіне зады табылмайтын бір дәрі, және табиғи еш нәрсе араласпаған. Бұғының сол мүйізін кестік, сіздерге бердік деген сөз. Бұл бір қуапи, ана мынау деген жоқ. Ал мына арағына, бұғы мүйіз қанына арақ теңшедік, мынау 250 сом. Ал бұғы көк мүйізі, анау көріп тұрған бір дайызы 100 грамм, 350 соммен өздеріңізге кіресін төлеп, 2 күнде бір зат салып отырамыз. Бұғы мүйізімізде шағынды енді. Осы бірер айдан кейін бұда төгіп қалу мүмкіншілігі күшті. Сол үшін мінеки осындай жақсы өнімнен пайдаланып, денсаулығымды қорғаймын. Ұйқыға ашып, ұйықтай алмай жүрген кісілерге дем. Ең аяғы мына темекі тартқан, шигояңы бар адамдарға да ем. Міне мен өзім шигояң едім, әзір жоғалып кетті құдіретпен әтеуір. Жақсы. Біз де өзіміз бұны күнделік ішіп жатқан адам. Сол үшін бұл денсаулық зор байлық ағайын. Бір денсаулықтан басқа ештемеміз жоқ. Алып қойып қойсаңыз пайдалы. Өзіңіз күнделікті бір ішіп отырасыздар. Анау қай-қайдағы дәріні пәлен 1000 сомнан да алып, анау докторханаға да барып жатсыздар ғой, айтпаса да белгілі жұмыстар. Ал мынау бұғы деген атамыз қазақта, және де мына меденесия жүңі дәрі-дәрмегінде бұл табылмайтын керемет бір азасы дәрілердің. Одан қарағанда біз мұнан таза өнімін шығарып жатырмыз. Бей. Сол үшін міне осы өнімнен алып пайдаланам деген аға бауырлар болса хабарласыңыздар. Көптеп осындай денсаулығы болмай жатқан аға бауыр қарындас әпкелеріміз болса, мені үнқатқа қоссаңыздар болады. Күнделікті тез жолдамадан салып беріп отырамыз. 151 4932 07 мен хабарласуым. Үнқатым 151 4932 07. Бұны мына жапырағын қандай тұтынамыз? Барғаннан кішкентай шыныға жылыман суды құясыздар. Одан кейін 2 жапырақ сап қойып, 5-10 минуттан кейін барып ішсеңіздер, бұл қан шығып болады. Тартып жүресіздер. Одан кейін мына 100 жапырақ шас қалады. Оны құрғатып, үгітіп, және де оны қайнақ сумен ішіп etsеңіздер, пайдалы дүние. Бұл лақтырып ететін дүние емес, пәлен пұл қалғаннан кейін. Ал ана арақ, қан арағын күнде жатарда 2 рөм кішіңіздер. Бүйректеріңіз сондай жақсы болады, қуаттанып. Денсаулықтарың сондай жақсы болады. Сергек жүресіздер, жұмыс істесеңіздер де бір түрлі ұрықты жүресіздер ағайын. Бұл менің айтқаным емес, көптеген аға бауырларымыз, әпкелеріміз алғандар, солардың бізге айтқан сөзі. Бұл өте бір таза зат.
артық мақтамаймыз, мақтап сатпаймыз. Бұл жама, жыңба, жалған нәрсе деген кісілер маған сөйлемей-ақ қой, әрі маған пұлыңды қашылап алмай-ақ қой. Өнімі мұнаның бұғы мүйізін, не мұна жиқуа деген бір жақсы шөп бар, әрбір тәтті тәмелік жеміс сатқан жерде сатады. 100 грамм алып күніге бір талдан салып ішсеңіз, жиқуада әдемі бір иіс бар, сонымен ішсеңіз тіпті карамат болады. Бәрін айтып берейген. Алып алмас өзіңізде. Біз затымызды зады дүзде-дүз демейміз. Дәріханаға барсаң да онда айтпайды. Ем болсын деп сатамыз ағайын. Ем болса болған сіздерге шипа болсын. Басқа не дейміз ағайын. Рахмет.